Алармыз насулдым. Сәлем сүйкімді көрермендерім. 5 сәуірге жалпы болжам. Ертең жексенбі, 18 ай күні. Ертең айнаға көп қараңыздар. Бет-әлпеттеріңізді жөндеп, неше түрлі опа далап жағып, бет күтімін жақсы қалпына келтіру үшін уқалау амалдарын жасаңыздар. Айнаға көбірек қараңыздар. Айнаға қарап, мен ең керемет жанмын деп өзіңізге айтыңыздар міндетті түрде. Опырым кеттік. Ертең не болады? Жолға шықпай-ақ қойыңыздар, үйде демалыңыздар, түске дейін ұйықтасаңыздар рұқсат. Егер жұмыста болсаңыздар, абай болыңыздар. Жұмыста бірдеме жарылуы мүмкін ба? Кішкене абай болыңыздар, андай өрт қауіпсіздігін сақтаңыздар бұл жерде. Тағы не болады ертең? Құрбы құрдастарыңызбен сөйлескенде, болмаса бір той жиын, енді той жиын емес, көрші қолаңдарыңызбен бір мәселені шешеді екенсіз. Не мәселе? Көптен бері бір қиындатып келе жатқан бір мәселені шешесіз. Оң шешім бола ма екен? Жақсы бір шешімге келесіздер. Мүмкін жерді бөлісе алмайсыз, мүмкін бір үй салғанда бір үйдің іргетасын бірдемені келісесіздер. Мүмкін малын өтіп кетті деп арыз жазып жатыр ма? Бұл жерде көршілеріңізбен бірдемені жақсы шешімге келесіздер, мәмілеге келесіздер. Мына жерде біреулер ауырып, қатты бір қиналып жатса, емделеді, қорықпаңыз, уайымдамаңыз, қайнаған су көбірек іше беріңіз. Мына жақта алыстан біреу атарлатып келе жатыр, бір ер адам. Күйеуіңіз алыста жұмыста болса, күйеуіңіз келеді, қатты қуантады, сіздерге өте күшті сыйлықтар әкеле жатыр. Сәлем айтыңыздар. Үйіңізде апаңыз, әжеңіз барып қайтасыз, болмаса өзі келеді. Мына жерде жас үлкен бір кісі, бұл кісіге де сәлем айтыңыз, сәлем бердік. Бар болсын. Ертең бір өзгеріс болады екен. Өзіңізді бір күшті сезініп, үйдің бәрін қопарып жинайсыз ба? Бірақ ауыр нәрсе көтермеңіз. Былайынша өте жақсы күн. Өзіңізге бет-әлпеттеріңізге қараңыз.